Алтын балық. Алекс, бүгін Оляның туған күні. Ал біз Оляға не сыйлаймыз? Білмеймін, ойланайық. Ойланатын түк те жоқ. Мына мені сыйлаңдар. Ме, ұнамайым ба? Туған күнімен. Рахмет, балалар. Үйге кіріңдер. Мұны біздің саған деген сыйлығымыз. Әле, хоп! Алтын балық, тура ертегідей. Мен бұл ертегіні өте жақсы көрем. Тек қана кемпірге ашуым келеді. Мен де ол кемпірді жек көрем. Өзі бір қанағатсыз әжей. Мүмкін емес. Балықтар сөйлемейді ғой? Иә, бірақ мен сөйлейм. Балықтардың арасында тек алтын балық қана сөйлей алады. Сен сонда сол ертегідегі алтын балықсың ба? Иә, соның өзімін. Сен де тілек орындай білесің бе? Әрине, айта беріңдер. Бірақ үшінші тілекті менің қалауым бойынша айтасыңдар. Шартым сол. Сонда біз кез келген екі тілек айтсақ, мына балық орындайын деп тұр ма, а? Мына балық емес, алтын балық. Кешіріңіз, алтын балық. Менің түсінбей тұрғаным, сіз үш тілек орындауыңыз керек, солай емес пе, балалар? Иә, дәл солай. Бәріне үш тілек, ал бізге келгенде екеу-ақ. Бұл жарамайды. Балалар, біз оңаша ақылдасып алайық. Алтын балық ешқайда кетпейді. Ал алтын балық, біз ақылдаса келе, ешқандай да тілек айтпаймыз деп шештік. Біз сені қуырып жейтін болдық. Қалайша? Мен алтын балықпын ғой. Екі тілек аз ба сендерге? Әрине аз. Көріп тұрсың ғой, біз үшеуміз. Ал тілек екеу-ақ. Біреуіміздің тілегімізді кім орындайды? Осы әділдік па? Балалар, үшінші тілек менің өз ертегіме байланысты. Сендерге бәрін түсіндірем. Ал, құлағымыз сенде. Айта бер, алтын балық. Бүгін көгиттің тісі ауырып қалыпты. Тіс дәрігері Сегізаяқ киттің тісін емдейтін құрал жоқ деп отыр. Оны Тынық мұхитынан тапсырыс арқылы алдыру керек екен. Оған 2 апта уақыт кетеді дейді. Дәл осы сәтте бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Алло, біз сізді тыңдап тұрмыз. Я. Сізге үлкен рахмет. Біз сізбен хабарласамыз. Міне, осы хабарды естіген ара тұмсық балық, егер рұқсат етсек, киттің ауру тісін түбінен аралап берейін дейді. Сіз не дейсіз, дәрігер мырза? Ара тұмсыққа алғыс айта отырып, оның көмегінен бас тартамыз. Өйткені ауру тістің түбіртегі қалып қояды. Киттің ауру асқына түседі. Басқа бір амалын қарастыру керек сияқты. Біз сіздерден көмек күтеміз. Қап, китке обал болды-ау. Әке, мен таптым. Ой, айналайын, ақылыңнан. Айта ғой, балам. Киттің ауру тісіне арқан байлап, үлкен кемеге іліп қойсақ, тісі түбінен жұлынып кетпей ме? Ол өте қауіпті. Баяғыда мен бала кезінде тура осындай оқиға болып, артық қайғылы біткені есімде. Жоқ, болмайды, балам. Ал сіз ше, әке, сіз тілек орындаушы алтын балық емессіз бе? Болмаса мен айтайын, китке көмектесейік те. Балам, теңіз астында өмір сүретін балықтардың тілегін орындай алмаймыз. Тілекті тек адамдар айтуы керек. Оқтың ба? Ал адамдарды киттің тісінің ауруы қызықтырмайды. Әке, рұқсат етсеңіз, мені адамдар арасына жіберіңізші.
мен қайтсем де 3 тілектің біреуін осы китке байланысты айтқызар ем. Ниетің жақсы ау балам. Бірақ қазіргі заманның адамдары дүниеге қатты қызығып кеткен. Олар сенен үй, қымбат автокөлік, бағалы заттар сұрауы мүмкін. Ал айдаладағы қайдағы бір киттің тіс ауруына ем сұрауы екталай. Қайдан балам? Әке, жіберіңізші өтінем. Кит 2 апта бойы тіс ауырса қатты қиналады ғой. Жарайт балам, бірақ абай бол. Тілектерін орындайтыныңды білсе адамдар сені қайтадан жібермей қоюлары мүмкін. Тәуекел әке, қайткенде де оралам. Міне, осылай. Жарайт алтын балық. Біз жай, сенің қорқытайын деп әзілдедік. Я, енді бұлай әзілдеспей-ақ қояйықшы. Онда керістік. Туылған күні ес ретінде бірінші тілекті мен айтам. Айта ғой, Оля. Екінші мен. Менің тілегім көк киттің тісі тез арада жазылып кетсін. Мен де осы тілекті айтайын деп едім. Жарайт, бізді 3 минутқа баяғы динозаврлар мекендеген дәуірге жіберші. Ой, мен бармайым. Өздерің барып келіңдер. Ал мен сендер келгенше дастарханды әзірлеп қоям. Қорқақ қыз, маған да қызық болып тұр. 3 минут аз емес пе? Көп болуы да мүмкін. Себебі онда бару аса қауіпті екенін ұмытпа. Жарайт, егер қатты қауіп төнсе, 3-ші тілектерің бар ғой. Жоқ, 3-ші тілекті мен айтам. Біз қайткенде де 3 минут шыдайықшы. Кеттік. Қанша минут қалды? 2 минут бар. 3-ші тілегіңді айтпайсың ба? Жоқ! Болат, 3-ші тілекті айтшы. Болат, 3-ші тілекті айтшы. Әйтпесе аман қалмаймыз. Қазір уақыт бітуге таяу қалды. Сәл шыдайықшы. Қанша? 30 секунд. Онда қашайық. Қашайық. Қанша қалды? 15 секунд. Жаңа 2 минутта керек еді ғой. Әне, ана үңгірді паналайық. Кеттік. Болат! 5 секунд. Алекс, тұр дейм. Бәрі бітті. Біз қайдамыз? Балалар, дастарханға келіңдер. Қане шығыңдар. Ал Болат, енді сенің кезегің. Айтсаңшы тілегіңді. Менің тілегім келесі олимпиадада Қазақстан спортшылары 30 алтын медаль алсын. 30 алтын көп екен. 24 болсын. Бірақ спортшылар өте қатты дайындалсын. Әсіресе бокстан. Қуанышты хабар. Көк киттің тісі өздігінен жазылып кетті. Тіпті ауырмады десе болғандай. Бұл кереметке дәрігер 8 аяқта таң қалуда. Я, бұл мен күтпеген нәрсе болды. Сенбесеңіздер, міне қараңыздар. Ақ балық ау, ақ балық, қармағымды қап балық.